Ассаламу алейкум, хөрмәтле көркем өнер ықыласпентлері. Бүгін 4 август күні Қарақалпақстан Республикасы Савицкий атындағы мемлекеттік көркем өнер музейінде Өзбекстанға минеті сіңген көркем өнер қайраткері, бүйік қызметлер үшін ордені лауреаты, Қарақалпақстан халық художнигі, музейдің текарын салған художник һәм бірінші директоры Савицкий Игорь Витальевич 105 жасқа толмақта. Осы мұнасабетпенен Савицкий дәуретпелерінен барат құм һәм қияш атлы онлайн көргізбе шөлкемлестірілмекте. Бүгінгі күнде Савицкий аты һәм ол текар салған Қарақалпақстан Республикасы Савицкий атындағы мемлекеттік көркем өнер музейі дүние жүзіне белгілі музейлердің бірі. Бұл музейді сахрадағы Лувр, шығыс гауһары деп те атайды. Игорь Витальевич Савицкий көркем өнер жанкүйері еді һәм өзінің бүткіл өмірін көркем өнерге бағышлаған инсан. Савицкий живописші, көркем өнер танушы, этнограф, археолог, жинаушы, реставратор. Міне осылар бұл инсанға тиесілі тізімді елде давам етсек аз. Игорь Витальевич Савицкийдің аты дүние жүзіне белгілі болуы оның жинаған дұрдана коллекциясымен байланыслы. Қарақалпақ халық қол өнері, археологиялық бұйымлар һәм Өзбекстан һәм Россия суретлі өнері. Енді Савицкийдің өмір баяны тоқтап өтсек, ол 1915 жылы 4 августта Киев қаласында юрист Виталий Викторович Савицкий һәм Вера Тимофеевна Флоринская шаңырағында дүниеге келді. Анасы тарапынан атасы Тимофей Дмитриевич Флоринский Киев университетінің славян филологиясы профессоры еді. Кемпір апасы Савицкийдің кішкене уақытынан суретлі өнеріне қызығушылығын сезеді һәм оны қолдап қуатлайды. Балалығынан жақсы білім алады. Француз тілінде еркін сөйлесе алған, себебі үйінде француз губернаткасы болған. 1920 жылдардың басларында Савицкий шаңырағы Москва қаласына көшіп келеді һәм Игорь Витальевич 7 жылдық мектепті біткеріп, суретлі өнері бойынша белгілі художниклер Елена Сахновская һәм Рувим Мазиллерден үй сабақларын алды. Кейінірек полиграфия институтының графика бөлімінде оқуын давам етіп, 1905 атындағы көркем өнер білім жұртында білімін асырады. Соңынан Суриков атындағы Москва мемлекеттік көркем өнер институтына оқуға кіреді һәм екінші дүниежүзілік ұрыс уақытында институт Самарқанд қаласына эвакуация етіледі. Бұл дәуір Савицкийдің тағдырында үлкен рөл ойнайды һәм оның еске алуларына қарағанда, мен Орта Азияға саяхат етуге жаслығымнан ұмтылдым. Мені сол жерде болған таныстарымның, достарымның ертекілердегідей етіп айтып берген гүрріңлері һәм шығыс романтикасы тартты. Самарқанд өзінің архитектурасы менен ескілігі, өзгеше құяшы, таң қаларлық реңлері менен жүрегімнен орын алды дейді. Бұл жерде Савицкий белгілі рус художниклері Николай Ульянов, Роберт Фальк, Константин Истоминлардан тәлім алады. Ұрыс тамам болғаннан соң Савицкий Москваға қайтады һәм институтты біткереді. Бір 1950 жыллары белгілі алым, айемгі Хорезм цивилизациясын ашқан профессор Сергей Павлович Толстов басқарған Хорезм археологиялық һәм этнографиялық экспедиция құрамында художник сипатында Қарақалпақстанға келеді һәм экспедицияда жұмыс алып барады. Қарақалпақстанға келген күннің бірінші күнінен баслап-ақ Савицкий осы жердің табиатына, адамларына, олардың мәдениетіне һәм тарихына қызығушылығы оянады һәм өзінің бүткіл өмірін біздің елімізге бағышлайды. Сол уақытлары Савицкий Қарақалпақ халқының қол өнерінің бұйымларын ауылма-ауыл, үйме-үй жүріп жинай баслайды. Соңынан ол 1920 һәм 1930 жылдары Өзбекстан һәм Россия художниклерінің сол дәуірлерде қадаған етілген авангард жұмысларын жинайды. Нәтижеде ол таң қаларлық коллекцияға ие болған музейге текар салады. Музей текаршысы Савицкий художник сипатында да көплеген дәуретпелерді біздерге мирас қалдырған. Міне бүгін ұлы толғанның 105 жылығына құм һәм қияш атлы көргізбеден музей фондларынан Савицкийдің живопислік, графикалық жұмыслары менен бірге музей архивында сақланып атырған жеке хужетлері, фотосуретлері орын алды. Савицкийдің дәуретушілігіне келсек, музейіміз коллекциясында Москва дәуіріне тиесілі бірнеше живопислік һәм графикалық жұмыслары бар. Бұл дәуір натюрморт жанрында дәуретілген картиналар арқылы көреміз. Қазір Савицкийдің айтып өтетін живопислік жұмыслары академизм жөнелісінде дәуретілген. Айна менен натюрморт, гүллер һәм Венера мүсіні менен натюрморт есапланады. Тоқ колоритте ісленіп, көміс қара реңге охра реңінің қосылуы, бұл реңлердің барлығы бір-бірі менен келісіп һәм бірін-бірі толықтырып тұр.
Айна менен натюрморт ток колоритте жазылган, академизм жөнелисинде дөретилген декоратив дөретпе болуп эсепланат. Бул жумусунда майда деталларды сүрөтлөгөн, улумалаштырылган, реңлердин тең салмактуулугун сактоо һәм колоритти байытуу максатында кызгыч реңли драпировкага кошумча кызыл гүлдөрдү һәм кызыл товарды сүрөтлөгөн. Экинчи гүллөр һәм Венера мүсүнү менен натюрморт дөретпесинде айна алдында турган нагыслы ак кезлеме төселген столдун үстүндө ажайып жаркын гүлдөр гүлдастеси сүрөтленген. Айнанын касында онча үлкен болмаган Венеранын мүсүнчеси гәүдеси өзүнүн апайлыгы менен ажайып көрүнүшүндө. Онун ауыр болууна карамастан кандай да бир салмаксыздык сезилет. Арткы пландагы ак һәм сур реңли алафон һәм ак товар рең-берең нагыслары менен картинага жаркын гамма берет. Савицкийдин эрте дәуіріне тиеселі және бір жұмысы Кексе Хаялдың портреті. Глаголева Ульянованың ажапасы жұмысында хаял образы Кейситтің еркін, сенімді түрде харекетленуі менен бірге оның жай парахат һәм сабырлы мінезін көрсетіп берген. Портрет Кексе Хаялдың кейпиятын көрсете алған. Бұл қатер жамлықтың арқасында Савицкий Кексе Хаялдың психологиялық жағдайын, оның басынан өткен кешірмелері һәм ойлары диккатлы назерин береді. Оның ойшаң назерінде шаршау көрінеді. Бұл жерде модельдің қандай да бір позаға тұруын емес, бәлкім оның жылы киімге оранып, ойланып отырған табиғи образын көруімізге болады. 1950 һәм 1957 жылдардағы дөретушілігі Савицкий белгілі Хорезм археологиялық һәм этнографиялық экспедицияда болған уақытлары Қарақалпақстанда сақланып қалған тарихи естеліктерге байланыслы. Осы жерге келген уақыттың бірінші күнінен бастап Савицкий осы жердің табиғатына, адамларына, олардың мәдениетіне һәм тарихына деген қызығушылығы оянды. Археологиялық қазу дәуірінде Савицкий өзінің дем алыс уақытларында да тарихи естеліктерді өзінің полотноларында қалдырып кетті. Бұлардан Аңқа қала, Айемгі қорған, Қабат қала, Каруансарай дарвазасы, Қой қырылған қаладағы Азанға пайыт атлы жұмыслары импрессионизм жөнелісінде дөретілген болып, художник Айемгі қалаларының саулатлы көрінісін көрсету менен бірге кеңсілікті, құяшқа толы сахраны, жаздың ыссы хәуірін, жақтылық пенен саяның құбылуын жеткеріп берген. Қабат қала жұмысында қаланың девалларының қалдықларын ұзақтан сүретлеген. Атрапындағы алтын реңлі құм төбешіктері һәм жасыл реңлер менен берілген бұталықлар контраст түрде ажайып көзалықты пайда еткен. Савицкий өзінің көплеген жұмысларында тарихи өзгешелікке ие болған Қой қырылған қаланың көплеп көріністерін сүретлеген. Күннің har қилы пайытларындағы қала девалларын такрарланбас ажайып көріністер арқылы көрсеткен. Естеліктегі азанғы, түскі, бұлтлы күнлердегі қала девалларын түрлі тарептен өзіне тән реңлер менен ашып көрсеткен. Бұл жерде азанғы уақыт екенін аспанның тынық анық сүретленгеннен кейін құяш нұрлары арқылы нұр сая ойынын шеберлік менен дөреткен. Каруансарай дарвазасы графикалық жұмысында тарихи имараттың қалдығы ажайып силуетті пайда еткен. Арқа тарептен түсіп тұрған құяш нұры имараттың ракурсы һәм саясы қызығарлы позицияда ісленген. Музейіміз коллекциясында Хиуаға байланысты пейзаж жұмыслар сақланбақта. Бұлар Палуан Пір ата мавзолейі шарбағы, Хиуадағы азан болып есепланады. Бұл жұмысларында художник инсанның қолы менен дөретілген архитектуралық имаратлардың көзалығына өзінің таң қалуын картиналарында айқын сеземіз. Палуан Пір ата мавзолейі шарбағы атлы жұмысы реализм жөнелісінде ісленген этюд жұмысларынан бірі. Имараттың қасында өсіп тұрған өзгеше көрініске ие болған терек художниктің ытыбарын өзіне тартқан. Бұл жерде үш шақасы үш тарепке созылған терек параллель жайласқан вертикаль үстінлердің көрінісін такрарламастан har қилы ритмде ісленген болып, дөретпенің және де көркем шығуына ахметлі орын иелеген. Хиуадағы азан атлы жұмысында реңлер жеңіл берілген болып, ыссы һәм суық реңлер бір-бірін толықтырып тұрғанын көруіміз мүмкін. Har қилы көріністегі биік һәм пас үйлердің арасында мұнара менен күмбезлер суретленген болып, олар дөретпеге өзгеше сан беріп тұрыпты. Савицкийдің қайсы бір картинасына қарағанымызда, оны өзіне бәнт еткен Орта Азия, әсіресе Қарақалпақстанның гөзал табиғатына айрықша мехір менен, сүйіспеншілік менен суретлегенін көреміз. Оны Қарақалпақстанға келген уақытындағы жаратылған картиналары ерте, яғни Москва дәуіріндегі жұмысларына қарағанда жарқын реңлерге өзгергенін сеземіз. Нүкіс қаласына байланысты картиналарында тезбатпенен өсіп баратырған қаланың сол уақыттағы көрінісі, имаратлардың жайласы өзгешелігін көреміз. Бұларға Нүкіс кан гүллері, гүл бақша, көгілдір аллея мысал бола алады. Нүкіс кан гүллері деп аталған картинасы айрықша диққатқа лайық. Бұл картина импрессионизм жөнелісінде дөретілген.
Тып-тыныш аспан астында қалың тереклік алысырақтан көзге тасланады. Әсіресе аспанға бой созған 3 түп ақ терек басқалардан ажыралып тұр. Көрген көзді өзіне тартатұғын ірі-ірі болып ашылып тұрған гүлдер. Артқы фондағы көгілдір аспан, жап-жасыл тереклер менен тұтасып, жерге төселген гілемдей болып елеслейді көз алдымызда. Атыз толы кан гүлдеріне қарап тұрған сары көйлеклі қызды қасында үкесі менен тұрғанын көруімізге болады. Қиялымызда художник бұларды осы кан гүлдеріне сүйсініп қарап тұрғандай етіп суретлеген. Бұл тегіс ашылып жайнап тұрған гүлдердің арасында қызыл, сарғыш түрлері ешбір инсанды бейпаруа қалдырмайтұғынындай, Савицкийдің да өзінің табиғатқа болған әтібарын осы картинада анық көрсеткен. Көгілдір аллея атлы картинаны көргенімізде өзіне тартатын өзгешелігі соннан ібарат, көше бойларына егілген қою, саялы, кеуілге зауық бағышлайтын жап-жасыл тереклердің көрінісі көзді қуандырады. Жапырақлардың арасынан көрініп тұрған сары реңлер дөніп тұрған құяш нұрларынан дерек береді. Сондай-ақ жол шетлеріндегі майса шөплер де табиғаттың гөзаллығын толықтырып, Савицкий жазған көгілдір аллеяға айрықша сан беріп тұр. Шайханада деп аталған графикалық жұмысында бірқанша адамлардың силуэтлері көрсетілген. Образлардың барлығы тік халда суретленгенлігі үшін композицияны және де қызығарлы болуын тәминлеу мақсатында теректі қиялап сілеген. Теректің қасында және бір ағашты көруіміз мүмкін. Бұл ағаш терекке қарама-қарсы тарепке қия қылып суретленген болып, картинада тең салмақтылықты сақлауда ахметлі орын тұтқан. Ауылда атлы графикалық жұмысы адамлардың күнделікті тұрмысына бағышланған болып, тоқ һәм ашық реңлер арқылы ашып берілген. Тоқ реңлі қалың тереклер арасында ақ реңлі үйдің жайласуы әжайып көріністі пайда еткен. Бұл дөрітпеде тереклер һәм үйлер баслы орында иелеген болып, олардың қасында суретленген нәрселер жәрдемші вазипасын атқарып тұрыпты. Игорь Витальевич Савицкийдің Қарақалпақ халқы үшін істеген игілікті істері жүдә көп. Бұл хақында қанша айтсақ та арзиды. Сол жоғарыда біз сөз еткен Савицкийдің музейдің тикарын салғаны, Қарақалпақстанның 1960 жылдардағы табиғат көріністерін салған картиналарын дөреткені менен бірге және бір жақсы ісі бұл Қарақалпақ халқының ағашқа нағыз ою өнері туралы жазған монографиясы болып есептеледі. Осы уақытқа шекем Қарақалпақ халқының ағашқа ойылған нағыслар туралы кітап жазылмағанлықтан Савицкий әтібар беріп, өзі ізетлеген. Қарақалпақ нағысларының ағашқа нағыс салғанда қай ұсылда пайдаланған, ол нағыслардың кестешілікте, зергерлікте һәм тоқмашылықта қалай пайдаланғаны менен бірге ағашта қалай пайдаланғанын көрсетуге харекет еткен. Нәтижеде оның народное прикладное искусство Каракалпаков резьба по дереву, Қарақалпақлардың халық қол өнері, ағашқа нағыз ою өнері атамасындағы кітабы баспадан шығады. Бұл кітапта әрбір Қарақалпақ ағаш ұстасының ергенекке, сандыққа, сабаяққа, қамыт ағашқа салған нағысларына түсінік бере отырып, оның басқа халықтардың ағашқа нағыз ою өнерінен айырмашылығын көрсетеді. Нағыз салу техникасын көрсетеді, һәм бұған сызылмалар арқылы түсінік беруге харекет еткен. Ағашқа нағыз ою өнері атлы кітабында Савицкий жүдә бақалы мағлұматларды берді. Бұл кітап Қарақалпақ халқының ағашқа нағыз ою өнері туралы жазылған бірінші кітап екенін жаңа айтып өттік. Бұнда Савицкий нағыз оюшы ұсталардың әр бірінің өзіне тән ұсылы, нағысларының түрлері хақында сызылмасын көрсету менен бірге түсінік береді. Осының менен бүгінгі онлайн көргізбемізге інам етілген мағлұматлар ұсылардан ібарат еді. Игорь Витальевич Савицкий қалдырған бейбақа мирас оның талапшаңлығының, пыдайлығының һәм үлкен минетінің нәтижесі болып табылады. Өйткені инсан дүнияға келер екен, өзінен жақсы іс қалдыру тек қана инсанларға мас фазилет есептелінеді. Сондықтан да бізді бақылап барың һәм біз ажайып дырданаларды сізге інам етуден шаршамаймыз. Диққатларыңыз үшін рахмет.